Тақырыбымыз біздің радикализм болып тұр. Бұл бұған дейінгі уақытта да болған дүние ғой, бар нәрсе ғой. Бұл қалай дамып келе жатыр, бұл туралы біздің елде соңғы ахуалдар қандай? Бұл тақырып бойынша. Икрам аға, бұл туралы не айта аласыз? Мына тәуелсіздік алдық, еңсемізді көтердік. Қазіргі таңда Қазақстан Республикасында діни ахуал тұрақты. Ел аумағында 130-ға жуық ұлт өкілдері, 18 конфессия, яғни көп ұлтты, көп дінді мемлекет. Дегенмен, ел қанша тұрақты болғанымен, осы елдің діни тұрақтылығына, ұлттық қауіпсіздігіне нұқсан келтіреді деп отырған қазіргі таңда түрлі әлеуметтік желілерде орыс тілді болсын, қазақ тілді болсын, өзбек тілді болсын, радикалды топтар жиі кездесіп жатқан жағдайы бар. Ал енді мынау Қазақстан Республикасының аумағында соттың шешімімен тыйым салынған экстремистік, террористік, оккульттік ұйымдардың саны 22-ге жетіп отыр. Енді оларды атап айтатын болсақ, мынау ат-такфир уал хиджра деген ұйым бар, халықаралық экстремист ұйым, таблиғ жамағат ұйымдары бар, ИГИЛ деген сияқты, хизбут тахрир деген сияқты экстремист террористер ұйымдар қазіргі таңда да әлеуметтік желілерде өздерінің діни ақпараттарын, діни насихаттарын, сол радикалды көзқарастағы ақпараттарын насихаттап жатқандары жиі кездеседі. Сіз осы топ мүшесі ретінде не істейсіз? Бұл нәрсе қазір 22 деген менің ойымша көп қой, 22 бағыт. Ол анықталған қазір бар, Қазақстанда сонда. Енді елде соттың шешімімен тыйым салынған экстремист террористік ұйымдардың саны бұл. Енді олар тыйым салынды, олардың көзқарасын білдіру, насихаттау, олардың уағызшыларын насихаттап немесе оны қолдау заңда көрсетілген қылмыстық жауапкершілік ол қаралған. Дегенмен ол қазіргі таңда олардың уағызшылары шетелде отырып, әлеуметтік желілерде түрлі ақпараттарды насихаттап отырған жағдайы бар. Енді бұл әлеуметтік желі, ақпараттық кеңістік деген дүние бұл тек Қазақстанға тән дүние емес. Бұл әлемдік болғаннан кейін оның ішінде түрлі ақпараттар жиі кездеседі. Ал енді мемлекет тарапынан экстремистік, террористік тыйым салынған, бұғатталу қажет ететін дүниелердің бәрі бұғатталып жатқан жағдайы да бар. Ал енді адамның ішкі сүзгі дейді. Егер азаматтарымызға мына ақпараттық түсіндіру топтың мүшелері, ғалымдар кең ақпаратты халыққа дұрыс-бұрысты ашып түсіндірмесек, ертеңгі күні әртүрлі азаматтарымыз не істейді? Әлеуметтік желілерде қолжетімді екен деп, олардың ықпалына түсіп кетсе, әбден радикалданып не істейді? Радикалды топтардың ықпалына түсіп, әртүрлі іс-әрекеттерге бейім болатыны белгілі.